Сәлем досым, бүгін біз текстпен жұмыс жасап үйренетін боламыз. Яғни, сіздің арқаңызда текст өтетін болады. Олай болса, кеттік. It's like Stockton, just joshing. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I can put the Біз әдеттегідей видеолеп батырмасын кіріп, приложениесіне кіріп, плюс батырмасын басамыз, өзімізге ұнаған керекті, яғни түсірілген видеоны таңдап аламыз. Алдымен бір көріп, анықтай аламыз, яғни керекті, керек емес жерлерін аламыз. Видеода бізде дыбыстар шығады, яғни біз оны удалить ету керек боламыз, және видеоны добавить ету неге? Себебі бізде видео артқары жүру керек. Яғни екі кадр болу керек. Алғари өтті, енді оны артқари қайтару керекпін. Ол үшін мен видеоны таңдап обратить, яғни кері айландыруды бастым. Қазір 100% болды. Енді видео артқари жүретін болады. Мына видео артқари жүретін болады. Қазір қараңыз, мына өтті, артқари жүріп жатыр. Я, енді керек емес жерін таңдап аламын. Осы артық видео, оны разделить етемін, және видеоны таңдап, кадр таңдап удалить еттім. Дәл солай, басталу кадрында да сондай артық видео бар. Жетпей тұрайын. Осы жерден мен басып аламын да, кадрды разделить етіп, удалить етемін. Оң жаққа. Түсініксіздеу болса, жай қайтайландырып көрсеңіздер болады. Енді видеоны көрдік. Жерде и артқа қайтты. Енді мен текстті басамын. Текст алдық. Текстті алдық. Оны соңына дейін ұзартсаңыз болады, немесе жартысынан бітірсеңіз де болады. Мен соңына дейін тарттым. Және правка басамыз текстің жанында. Және өзімізге керекті кез келген сөзіңіз болсын. Мысалы үшін сіз өз атыңызды жазғыңыз келеді, немесе өзіңіздің каналыңыздың атын, немесе Инстаграмда атыңызды жазсаңыз да болады. Мен мысалы үшін YouTube каналымда атын жаздым, Деймон, және YouTube. Яғни Деймон каналы деп айтылады. Көрінеді. Бұл негізі түрлі жағдайларға қолдансаңыз болады. Мысалы үшін видеоның басталуына да, мысалы үшін Деймон каналы адон жүріп өтті, інім жүріп өтті, канал, яғни басталды дейді. Мысалы үшін кіріспе видео, соларға әдемі қолдансаңыздар болады. Ал енді біз тексті таңдаймыз, үлкейтіп аламыз, яғни әдемі көріну үшін орнын турлап аламыз. Бастақ бұда жүріп өтті. Енді сәл артқа тарту керек, өйткені ұзақ тұрып қалды. Енді видеоны осы жерден таңдап, масканы басамыз, тексті басқаннан кейін, и линейный дегенді басамыз. Текстіміз жоғалды, бірақ біз масканы туралап, видеоны адамның артынан жүргенде қылып монтаждаймыз. Енді осы жерге қатты мән беріңіздер. Анау жерде, яғни 4 бұрышты плюс батырмасын басасыздар. Басталуы, текстің басталу жері сүйерден басталады маска. Енді кішкене жүріп өткеннен кейін маскамызды тартамыз. Мына тұрған маскамызды тартамыз. Кішкене ақ шрифті көрінді, ақ түсі. Енді қадамды сәл алыстатпай, сәл тартамыз. Уже көрінді. Д әрпі көрінді. Сәл тағы да жүргіземіз, шаг жасаймыз. Қадам жасап, Е әрпін көрсетеміз. Енді қатты алыстатсаңыздар, ол шынайы түрге келмей қалады. Примерно осы арақашықта сіздер де алыңыздар. Тура осылай. Тартамыз. Осылай кете береді. Мен видеоны жылдан түсінбеген жерлер болатын болса, асықпай қайталап көріңіздер. Яғни
ең маңызды деп айтқан жерлерді қайталап көріңіздер. Осымен маскамызды аяқталған жерінен тиіспейміз, сол жерден бітеді. YouTube осы жерден бітті, аяқталды. Енді бір көреміз. Опа. Міне біздің монтажымыз дайын болды десек, енді әрлеу жұмыстары, сәндеу жұмыстары, артық жерлерін қысқартамыз, сондай тағы да басқа жұмыстары болады. Енді біз тексті дәлдеп алдық. Енді артқары жүрген видеоны біз жай жүргізуіміз керек. Біз керек емес видеоны таңдап алдым, өшірдім, және керекті видеоны скорсын жай төмендеттім. Сол кезде әдемі, әсерлі көрінетін болады. Так, видео текстіміз асып кетті. Осы жерден бірде теңестіріп аламын. Енді шығып музыканы қосқым келеді. Өзімде кез келген музыканы қосыңыздар. Музыканы таңдап алдым. Стрелканы бастым. Тағы да стрелканы бастым. Отправить. Монға тартып, еще батырмасын бастым. Астқа көтердім. Видеоліп приложениесін бастым. Бізге автоматты түрде музыка сохранить етілді. Енді бір қайырмасы дейді ғой, сол жердің таңдағым келеді. Негізі кез келген жерден де алсаңыздар болады. Мен таңдап отырғым келмеді, осы жерден алғым келеді менің. Музыканы таңдалған күйде онға тартып, разделить батырмасын басамыз. Алдағы видеоларды басып, оны удалить етіп тастаймыз. Ол музыка уже бізге керек емес. Музыканы тартып, артқа тартамыз, ұстаған күйде. Енді осы жерден тоқтатып, артық музыканы осы жерден разделить етіп, оны да басып, удалить етіп тастаймыз. Енді біз бір көреміз. Прозрачнысын азайттым. Неге? Себебі текст анық көрінеді. Бізге назарымыз текстке қарай аударылып тұр. Яғни текстіміз бізде прозрачность азайған жоқ. Керісінше ол өз қалпында тұр. Сондықтан біз адамның назарын осы текстке аударып аламыз. Енді бір көрейікші. Just joshing. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. Олай болса біздің сабағымыз аяқталды. Қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз. Каналға тіркелмесеңіз, каналға тіркеліп кетіңіз. Олай болса, келесі сабақта кездескенше 1080-60 кадр секундта сохранить етіп, видеоны сохранить етіп аламыз. Ал видео сізге қызықты болса, комментарий қалдырамыз, лайк басамыз, басқаларға таратып жібереміз. Сізге үлкен алғысымды айтамын. Рахмет.